Бір тоғайда биік кәрі қарағай өседі екен. Көктемде оның басына қарлығаш пен шөже торғай ұя салып балапан шығарыпты. Шөже торғай балапанына қурай басын сындыртпай, ерке тота етіп өсіріпті. Балапан ойынды ғана біледі екен. Қарны ашса, шешесіне келіп, аузын ашады. Анасы тапқан таянғанын балапанына береді. Ал қарлығаштың балапаны елгезек, еңбекқор болып өсіпті. Уақыт зымырап өте береді. Күз түседі. Екі балапан да өсіп жетіледі. Енді олар өз беттерімен күн көріске кіріседі. Қанаты қатайған қарлығаштың балапаны жол қиыншылығынан қорықпай жылы жаққа ұшып кетеді. Шөже торғайдың балапаны жерден теріп жейтін дәнге сеніп бақта қалады. Қыс түседі, жерді қар басады. Не азығы, не бас сұғар панасы жоқ шөже торғай әбден ашығады. Ақыры үскірік боран соғып, ешқандай панасы жоқ, ештеңеге ебі жоқ тоғашар балапан аязда үсіп өледі. Қыс өтіп көктем келеді. Қайта оралған қарлығаштың балапаны шырылдап, бақ ішінен құрдасын іздей бастайды. Таба алмай жылап отырған оған кәрі қарағай былай депті: жылама, қарлығаш, шөже торғайдың балапаны жалқау болды. Еңбек етпеді, сөйтіп аштан өлді. Еңбексіз тіршілік жоқ, соны біліп қой деді.